Армысыздар, құрметті көрермен. Биыл 2022 жыл еліміз үшін атаулы мерейтойларға толы. Атап айтсақ, Қазақстанның және сыр халық әртісі, халық қаһарман атағын алған әнші Роза Тәжібайқызы Бағланованың 100 жылдығы, Күләш Байсейітованың 110 жылдығы және Қазақстан халық әртісі, биші, ұстаз Шара Жиенқұлованың 110 жылдығы, тағысын тағы. Осы мерейтойлар қатарында Қазақстанның және сыр халық әртісі Шолпан Жандарбекованың биыл дүниеге келгеніне 100 жыл. Бүгін біз сіздермен ғасыр тойы аталып өтілуге тиіс ұлы ұстаз, өнердің ыстығына күйіп, суығына тоңып, өнерді биік қоя білген Шолпан Жандарбекованың өнері мен өміріне тоқталмақпыз. Ырымдап айтсақ, қазақ баласына атты ырымдап қойған екен. Балаға қандай ат қойылса, оның болашақ тағдыры солай болады деседі. Олай болса, біз қазақ өнерінің ақтоқтысы, театр саласының биік шоқ жұлдызы Шолпан Жандарбекова жайлы айтпақпыз. Қарқаралы топырағы таланттарға кем демес. Сондай абзал жан Шолпан Жандарбекова. Актриса 1922 жылы Қарағанды облысы Қарқаралы ауданында дүниеге келген. Ауыр қыстау кезеңде ауылды ашаршылық жаулаған заманда аштық қазасы актрисаның да шаңырағына келді. Әкесі Исабек көз алдында ашаршылықтан қаза табады. Бар ауыртпалық анасы Нұржамалға түсіп, отбасында қиын күндер басталады. Актрисаның айтуынша, балаларын аман сақтап қалу жолында тағдыр талабымен туып өскен жері Қарқаралыдан анасының төркін жағы Семейге қоныс аударып, көшіп кеткен екен. Тағдырдың ауыртпалығын ерте көрген актриса ерте есейеді. Сергекте, сезімтал болып өседі. 7-ші сынып бітірген соң театр көркем сурет училищесіне оқуға қабылданып, оны 1942 жылы бітіріп, одан әрі Құрманғазы атындағы өнер консерваториясында оқуын жалғастырады. Жас актрисаның алғаш сахнасы Қазақ мемлекеттік драма театрында Мұхтар Әуезовтің Сын сағаты спектаклінде 13 жасар бала Рәш рөлімен басталады. Өнер жолын осылайша бастаған Жандарбекова ұзақ жылдар осы шаңырақта қызмет атқарады. Шолпан Жандарбекова дегенде алдыменен қазақ арулары еске түседі. Өйткені ең алғашқы сахнаға шыққаннан бастап Қозы Көрпеш Баян сұлудағы Баян, Қара Құшақ Қобыландыдағы Құртқа, болмаса Назым секілді лирикалық рөлдерін бәрін ойнап, тамаша жетістікке жетті. Солардың ішіндегі ең мақтаулысы бүгінгі таңға дейін кәдімгі ұлттық сахнада ақтоқтының эталоны болып қалған бұл Шолпан апай. Ақиықтай ақан келсе қыз боз қасында, әке барын, шеше барын кетпеушімен ұмытып, ақтоқтың сол қуанған. Мен Шолпан апайдың ойынан және де ең алғашқы рет 1966 жылы Алматыға театр студиясына оқуға барған кезде көрдім. Әрине, бала кезімізде кинодан көрдік, Баянын көрдік, сұлулығына таң қалдық. Бірақ ол рөлді ойнаған Шолпан Жандарбекова екенін әрине білгеніміз жоқ. Сол 66 жылы театр студиясына барған кезде біздер студенттеріміз ғой, актерлердің әрбір ойынына, әрбір репетициясына қызға қарайтынбыз. Біз барған кезде Минданук деген режиссер жапон драматургы Куарудың шығыстағы бір бейбақ деген спектаклін дайындап жатты. Сонда басты рөлде Шолпан апай ойнайды екен. Ентара, осы соңғы кезде екеуміздің көзқарасымыз кейбір мәселелерде қайшы келіп жүрген жоқ па? Мүмкін. Сонда саған менің қайғылығым жақпайды. Сенің ойыңша мен үй шаруасын білмейтін, өз басынан артпайтын жаман әйел шығар. Ал бұрын
бұған дейін Шолпан апай өңкей қазақ қыздарының болмаса сондай фольклорлық спектакльдерде болсын нәзік рөлді өргісі мынада алғашқы рет сол ана рөліне түсті. Сол Куароның жазған шығырсағы бір бағындағы Кейдің рөлін ойнады. Сол Кейдің алдыменен бірінші актіда жас кезін ойнады. Жас кезін. Ал екінші актіда үлкейген кезін. Сол бір отбасының ұстап отырған ананың рөлін ойнады. Сол екеуінде бір-бірінен айырмашылығы болмайтын. Өйткені жас кезінде өзі ойнап барып тұрып, екінші актіда есейген кезін әдем алып кетті. Кейбір актрисалар бар ғой, жас кезінде өңкей сұлу қыздарды, аруларды ойнап жүреді, енді ананың рөліне келген кезде кібіртіктеп қалады. Өйткені бірден анаға түсу қиын ғой. Ал мына спектакльде өзің жас кезінен есейген кезіне дейін келді, есейген кезіндегі үлкен рөлін бірден әрмағырай алып кетті. Өйткені бір спектакльде. Ал одан кейін де ол кісінің тамаша ойнаған аналар образдарының ішіндегі кәдімгі қазақ театр тарихында қалғаны бұл Сәкен Жүнісовтың Ажар мен ажал драмасындағы Ажар рөлі. Ажар рөлі дайындалған уақытта 67 жылы біздер көпшілік сахнасына шығып жүрдік, сонда апайдың қасында жүрдік. Өйткені апайдың баласы Олжатайдың рөлі біздің өзімізбен бірге группалас болған Рахимов Абубәкір деген бүгінгі таңдағы режиссер, профессор, Алматының әуезов театрында жасайды. Сол ойнады. Сондықтан біздер сол Абубәкірдің жанындағы жүрген ауыл балалары болып ойнайтынбыз. Сонда апайдың Олжатайға деген, баласына деген махаббатын, баласына деген аяушылық сезімін, қаншама қиындық болса да, сол шырылдап жүріп өсіргендігін, соның бәрін көріп үйрендік. Өйткені жаңа бұл спектакль 3 шығармадан тұрады. Мұхтар Әуезовтің Қорғансыздың күніне, Бейімбет Майлиннің Раушан коммунисі, содан кейін Ғабит Мүсіреповтің Ашынған анасы. Міне, осы 3 драма, 3 әңгімеден Сәкен Жүнісовтың шеберлігі сол бір Ажар мен ажал деген драма құрды. Өсіп отырады. Сондықтан да осында Ажар рөлін ойнады. Және Ажар рөлін өте тамаша ойнағандығының дәлелі 70 жылдардың басында Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаттығы атаған осы рөлменен, содан кейін Қалтай Мұхамеджановтың Жат елде деген драмасы болды. Шетелде жүрген қазақтар туралы. Міне сол екі рөл үшін Ева Бұрғойлық менен Ажар мен ажалсын мемлекеттік сыйлықтың лауреаттығын алды. Сахнада да, өмірде де әдемілікті, яғни үйлесімділік пен жарасымдылықты ту еткен көрнекті актриса ғана емес, сонымен қатар ұлағатты ұстаз. Оның өнері сан ұрпақтың өз шәкірттерінің бүгінде таптырмас рухани асығына айналды. Сол біз оқып жүрген кезде, ол кісі уже 50-ден 55-ке келіп қалған адам, соның өзінде сахнаға барып спектакльден көрген кезде, ол кісі біраз спектакльдер ойнап жүретін. Енді уже ол кездегідей Ақан сері Ақтоқтыдағы Ақтоқтының кезін ойнап жүрген жоқ, уже үлкен возрасттарда ойнап жүретін. Сол уақытта біздерге нетіп отыратын, өзінің фигурасын көрсетіп, біздерге қызықтырып отыратын. Өйткені Шолпан Исабековна сол 55-тен асқан кезінің өзінде сахнаға шыққан кезде керемет, сұлу болатын, фигурасы өте әдемі болатын, белі деген қылдай, денесі керемет әдемі. Ажар мен ажал деген спектакльде ойнап жүреді. Сол Ажар мен ажалда ойнап жүргенде сахнада отырып спектакльін ойнап жатқан кезде, біз залда отырып көріп отырған кезде керемет апайға қызығып отыратынбыз. Өте керемет адам болатын. Көзі де қандай керемет, фигурасы да қандай керемет, тілі де қандай керемет.
қазақ тілімен сөйлескен кезде тілі деген масқара шебер, қазақ тілінің шебері абай. Біздер Алматыда оқып жүрген кезде жаңағы көп студенттер жаңағы сол уақытта мерекелердің кездерінде бәрі де ел жақын ғой. Оңтүстік Қазақстанның жігіттері мен қыздары, Алматы облысының жігіттері мен қыздары бәрі ауылдарына кететін. 2 күнге, 3 күнге кетіп қалатын. Біздер осы Қарағанды облысы, Павлодар облыстары жете алмаймыз ғой. Ол кезде пойызбен ғана келетінбіз. Сол уақытта Шолпан Исабековна марқұм, сендер бармаған менің жерлестерім деп біздерді үйіне алып кететін. Өзінің шаңырағына алып кетіп, өзінің шаңырағында кәдімгідей дастарханын төсеп, үстелін жасап, керемет қылып. Біз ол кезде кішкентай қыздармыз ғой. Жаңағы Шолпан Исабековнаның үйіне барып тамақ ішіп, біздерді керемет қылып жүретін. Марқұм керемет жақсы адам болатын. Ол кісінің сол уақытта 3 баласы болатын. Ол 3 баласы біздерден өте үлкен адамдар. Ақтоқты деген қызы болатын. Ақбаян деген қызы болатын. Аққозы деген ұлы болатын. Сол жаңағы 3 баласын мен алып барып біздерді таныстырып жүретін. Менің балаларым, менің ұлдарым, менің қызым деп, қыздарым деп. Енді ол Шолпан Исабековнаның кереметтілігі сол, ол кісі өте білімді адам болатын, өте білімді адам болатын. Біздерге сабақ берген уақытта Шолпан Исабековнаның айтқан, түсіндірген заттарын ешқашанда ұмытпайтынбыз, күні бүгінге дейін ұмытпаймыз. Сол уақыттағы дәріс берген кезі Шолпан Исабековнаның өте керемет болатын. Өте сондай жаңағы профессор ретінде де, актриса ретінде де керемет данышпан адам болатын. Біздерге оқып жүрген кезде ол кісі, сол біздер жаңағы 3-ші курсқа келгенде ма? Иә, 3-ші курсқа келген кезде Шолпан Исабековна 60 жасқа келді. Тура 60 жасқа келді. Сол кезде 60 жасына келген кезде де бәріміз құттықтап керемет болатынбыз. Енді бүгінгі күнде бұлай қарап отырсаң, марқұм Шолпан Исабековна марқұмның сол уақытта мен өзіммен бірге оқыған студенттері бәрі де заслуженный артистер Қазақстан. Театр актері болу үшін ол тек сахнада сол рөлді ойнаумен ғана шектелмейтіндігін түсінген Шолпан Жандарбекова өмірлік тәжірибесінде драмада болсын, операда болсын, сол рөлге жан біткенше ізденіп, сол рөлдің болмысымен, бітімімен өмір сүре білген. Еске алатын болсақ, кезінде айтқан екен, талант тәңірден беріледі деп. Олай болса, біз бүгін сол естеліктерге көз жүгіртсек. Шолпан Исабековна Жандарбекова. Осы есім мен үшін осы актерлық мамандық кезінде де, жалпы кәдімгі өмір кезінде де үлкен бір сабақ, үлкен бір өнер және өмір мектебі болып қалады. Өйткені енді кез келген зат әліппеден басталады. Менің актерлық өмірімнің әліппесін алғаш рет ашқан осы Шолпан апай. Ол кісі бізге тек қана сахнада өмір сүруде емес, өмірде қалай адам болып қалуды, өмірде қалай сыйласа білуді, өз орныңды біле білуді, өз орныңды таба білуді үйреткен адам. Сондықтан да айтады ғой, оқу тәрбие арқылы берілсе сіңімді болады. Сондықтан да өзіміздің ата-анамызбен бірге осы Шолпан апай сияқты керемет ұстаздардан тәрбие ала жүріп оқығанымызды мақтан тұтамыз. Шәкірттеріме мен үйретсем, кейде олардан өзім үйренем. Өнер заңы осылай. Енді ол кісінің рөлдері туралы, өмірі туралы адамдар айтып жатқан шығар. Менің есімде қалғаны ол кісінің рөлге деген дайындығы, ол кісінің студенттерге деген
көзқарасы. Ол аудиторияға кіргенде бізге бір суреттен тіріліп келген бір әдемі бір хор кіргенде болып елестейтін. Өйткені сахнада ғана емес, өмірде де өте әдемі кісі болатын. Сабаққа жай киіне салып келмейтін. Күнде 4 сабақ, аптасына 4 сабақ ол кісінің. Сол 4 күнде 4 түрлі киініп, 4 түрлі прическамен, 4 түрлі характермен келеді. Сөйтсек, қазір ойлап отырсам, ол да сабақ екен. Яғни, киім үстіңдегі адамды білдірмейді, адам киімді қоршаған ортаға танытады екен. Яғни біз образ кезінде тек қана өзіміздің образымыздың сыртқы бейнесін ғана жасау керек емес. Онда киім киісі, тұрысы, сахнадағы мизансцена, көзқарас бәрі бір арнаға тоғысу керек екенін үйретті. Студенттеріне өте қатал, ұрысқанда енді қыздарды білмеймін, ұлдардың өзі қайда барарымыз білмей қалатынбыз. Өйткені мынау образды шығару кезінде өмірдегі болып жатқан жағдайларды қабаттастыра отырып, сахнаға өмір шындығын әкелу керек деген қағиданы көп ұстанатын. Әлі есімде, мынау бірінші курстың 2-ші семестрінде біз көбісі ауылдан келген қыз жігіттер ғой, қалай ол бізге актерлік өнер жеңіл сияқты болып көрінген ғой басында. Сол бірінші курстың 2-ші семестрінде бізге этюд жасатты. Психологиялық жай-күйді ояту. Яғни актер сахнада қалай жылау керек екен, соған байланысты. Яғни шешесі ауырып жатады, баласы аптекаға келіп кетеді да, қайтып келсе үлгермей қалыпты. Сонда курста 13 бала бар тұғымыз. Енді үлкені де бар, кішісі де бар. Бұлай жаңа аудиторияның кіші әжепті бұл. Көз жасы болды ғой. Сонда әркім әртүрлі жаңағы подход жасайды. Нені елестету керек? Осы жағдай ішіңге сіңіп, жас шынайы түрде шығу үшін қандай жағдайды есің алу керек? Соның бәрін бізге үйретті. Сонда кейбіреулер жыламай жатса, жылай алмай жатса, ой енді қатты ұрсатын. Ал біреулерде шынайы шығып жатса, оған да ой жақсы жыладың деп айтпайды. Оны одан сайын тереңдету керек, одан сайын оправдать ету керек. Ол актерский термин сондай орысша. Оправдать ету керек дегенді үйретеді. Одан сахнада ол кісінің спектакльдерін көргенде біз түсіндік, мен өз басым түсіндім. Расында да актер үшін ол кітап, кино, журналдар, фильмдер әрине керек дүниелер. Бірақ та актер өзінің образын көшеден, халықтың ортасынан, өмірден, айнала қоршаған адамдарынан іздеу керек. Соны үйретті бізге. Актерға ең басты қажет зат ол наблюдательность, яғни байқампаздық деп үйретті. Сондықтан да мен өз басым қазір қай жерде отырмайын, кейде ыңғайсызданамын өзім. Бірақ та бүкіл кісілерді барып қарап отырамын, характер іздеймін. Көзқарас, қол қимылы, сөз саптауы, мойын бәрін іздеймін. Өйткені сол бірінші курста менің жадымда, миымда қалып қалды. Дидар деген жігіт бол, жаймен екеуміз сол курстың кенжесі болатынбыз. Соны біздерді, әй, кенже балалар, сендерге керек, осылар, сендерге керек, ана үлкендер өмірді көрген, сен екеуіңде тәжірибе жоқ, осылай үйреніңдер деп. Содан әлі міне 30 жыл болып қалды ғой. Әлі сол Абайдың айтқан осы сабағы есімізде. Мүмкін актерлық тұғырымыздан түспей әлі күнге дейін сахнада шынайы, адал еңбек етіп келе жатқанымыз сол Шолпан Жанарбекова сияқты керемет театр педагогы,
керемет актриса, өте әдемі адамнан алған сабағымыздың пайдасы деп білемін. Шолпан Жандарбекова қай рөлді сомдаса да, сол кейіпкердің жан дүниесіне үңіліп, шынайы бейнесін жасай білді. Тоқта. Қайда барасың, Мағыш? Бізді жер етіп кеткен жауға барамысың? Жүрші, үйге қайтайық. Мен әбішті 3 жыл тостымдарым бет аға. 3 жыл. Мынау Нұржамалдың күйеуі ме? Иә, ал не? Онымен сөйлесуім керек. Сен? Онымен? Не үшін? Не үшін? Үйге бары бер, кейін түсіндірем. Ұмытан, енді ақ тоқна. Жеткен жерім осы бопты, қалдым орта жолда. Түсім екен. Ояндым да, жидім есімді. Не дейсің, ақ тоқты? Сұрама қанаға. Менде қалған жалғыз жауап, жат естілер құлағыңа. Аттан тезірек, өзім бөтен жандай. Ойым кеткен диванадай қаңғырап, үміт қолын соза беріп құлап түссем жазуда тәңірдің. Енді айналма, қанатыңды қайта қомдап, қайта шарда көкжүзін. Жасағаннан жалғыз тілек, жер бетінде жалғыз қасық. Көкжүзінде найзағайлы қара бұлт жолықпасын жолында. Барымасақ айрылсарда айтатын. Менмін? Өзің кімсің? Мен де менмін. Жол болсын, құрбым. Жолдамақ сенен болсын, жасын оян. Күшті де кеткен кегін, төгілген ар намысын қуып бара жатқан жанмын. Ел намысын ері жоқтамас болар ма? Қызына қол бастатқан неткен ел? Қыз намысын кім жоқтар? Өзі жоқтаса айып бөкен. Ел шапқан батырды қуып қыз бара жатса, қыз басына бұл да қорлық па? Риясыз жарқын бейнесімен мүсінді, сымбатты, ажарлы арулар галереясын жасап, көрерменнің көңілінде мәңгі қалды.